Бүгін 30 сәуір 2025 жыл. Міне мен үй музейіме келдім. Өткенде съемка түсірген кезде менің буфетімдегі ыдыстар шашылып кеткен еді. Шашылып кеткен себебі съемка түсірер кезде сервант пен буфетті үлкен үйдің ішіне апарған еді. Енді осының бәрін қайтадан жинауым керек. Реттеп қойған темір төсегім де шашылып кетті. Ал енді жұмысқа кірсейік. Буфет пен серванттың ішіне ыдыстарын жинайын.
ішін мынандай қылып жинадым. Қазір енді төбесіне тағы да заттар қоям. Әкемнің, әпкелерінің, өзімнің заттарынан қоям. Міне енді төсектің үстін жинақтаймын. Сонымен бүгінгі жұмыс бітеді. Міне төсектің де үстін жинақтап қойдым. Мына бұрышты да жинақтадым. Ұршықты, самаурынды, айна, сағат бәрін қойдым. Серванттың үстінде жинақтадым. Ішіне ыдыстарды жинадым. Чемоданды қойдым мынаның үстіне. Буфеттің де үстін бәрін жинап, ішінің бәрін жинадым. Ана астыңғы бөліктің бәріне ыдыстардың бәрін қойдым. Швейный машинканы былай сәндеп қойдым. Осылай. Аллаға шүкір, бір бөлмені кішкене құптап жинап қойдым. Енді ана төсектің тұсына кілемді ілу керек. Содан кейін қалған жиһаздарды, ыдыстарды, заттарды шетінен жаңартып, реставрация жасап, жұмыстарды атқара беру керек. Міне төсектің тұсына қыжым кілемшені ілдім. Кішкене сондай сәнді болып қалды. Бұл кілемшені менің Гүлсім әпкемнің кластасы Таня берген, әдемі. Осылай іліп қойдым. Енді бұның төбе жақтарына бұрынғыдай портреттерді іліп қоям. Үйде ескі портреттер бар, атамдардың, соны іліп қоям. Міне осылай музейімнің бірінші бөлмесі құралып жатыр.